Бүгін қызықты информативный сабақ болады. Сұрақ үшін Дәурен Ашығып бауырымызға алғыс білдіреміз. Бірінші сұрақ: бочканың тональсын қалай табамыз? Жалпы кикті проекттің тональсымен бірге қойған өте дұрыс, бірақ стиліне байланысты. Кикті тональсымен бірге EDM музыкада, электр dance music, мұның ішінде хаус, транс, трэп, хип-хап және тойске өлеңдер тағы да басқа тректерде қолданылуға болады. Ол үшін бізге бірінші анализатор, екінші саундшифтер керек. Мен бұл практика үшін дайын тональсте тұрған бочканы алдым. Яғни бұл жерде бочканың тональсті фа. Ал спектральный анализаторға мен Voxengo компаниясының плагины Spam Plus анализаторын қолданамын. Спектральный анализаторда бочканың тональсын қалай табамыз? Ол үшін бірінші бочканың спектріндегі ең бірінші пикке мән береміз. Бочканың ең бірінші пикі бізге нақты көрініп тұрған жоқ. Ол үшін плагиннің настройкасына кіріп, блок size бөліміндегі санды өзгерту керек. 512-ні 65536-ға қоямыз. Бізге бочканың ең бірінші пикі өте анық көрініп тұр. Егер мышканың стрелкасына апарсақ, шамамен бұл 44-те 600 Гц, яғни бұл фа. Неге мен дайын тональстегі бочканы алдым? Жалпы сіздерге дәлелдеу үшін, яғни спектральный анализатордан бочканың тональсын табуға болады деп. Ал енді осы әдісті практикада қолданып көрейік. Мен ол үшін бас алдым. Менде ля тональсіндегі бас бар, яғни тоникасы ля. Екеуін бірге тыңдап көрейік. Бізде бочканың тональсті фа, ал проекттің тональсті ля. Бочканың тональсын проекттің тональсына өткізу үшін бочканың частотасы фа шамамен 44, ал біздің проекттің тональсті ля ол шамамен 55 Гц. Сайттың сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Бочканың тональсын проекттің тональсына өзгерту үшін бізге Waves компаниясының плагины Soundshifter көмектеседі. Soundshifter плагиніндегі семитонус бөлімін көтеріп немесе түсіреміз. Біз бұл жолы тональсті көтереміз, яғни фаны ляға апару үшін. Ол үшін спектральный анализатордағы бочканың бірінші пикіне мән береміз. Семитонусты көтереміз. Бұл шамамен 2 тон болады. Өте жақсы. Бочканың ең бірінші пикін қарап көрейік. 55 Гц, яғни бұл ля. Бочканың тональсын өзгерткеннен кейін бірден рендер жасап алған дұрыс. Бұл риперде оңай, яғни бізде хоткей бар, ол B. Рендер жасап алғаннан кейін бочканың санын көбейтіп, бірге баспен бірге тыңдап көрейік. Бұл жерде бочканың тональсті ляда тұр. Ал егерде бочканың тональсті исходный вариантта қалса, байқап отырғандарыңыздай, екеуі мүлдем екі түрлі естіледі. Бочканың тональсын осылай табамыз. Екінші практикаға мен өзім білмейтін бір бочка алдым, яғни оның тональсын білмеймін. Spam Plus плагинін қолданыла отыра, осы бочканың тональсын тауып көрейік. Бұл бочканың тональсті 55 Гц, яғни ля, ал проекттің тональсті соль. Тағы да спектральный анализаторда ашып, Soundshifterден наоборот түсіреміз 1 тонға. Өйткені біздің бочканың тональсті ля, ал проекттің тональсті соль 1 тон түсірдік. Көріп тұрғандарыңызда ең бірінші пик, яғни 44 Гц болды. Бұл шынымен рас па екенін тексеріп көру үшін біз сайтқа кіреміз. Көріп отырғандарыңыздай бұл жерде тональс соль 49 Гц. Бочканың тональсын проекттің тональсіне өзгерткеннен кейін, оны рендер жасап, тағы да проектпен бірге тыңдап көрейік. Егерде бочканың тональсын проекттің тональсіне ауыстырмай тыңдап көретін болсақ, бочканы проекттің тональсіне ауыстырып тыңдаған өте жағымды естіледі. Сұрақтан бөлек және де қосымша кикке арналған плагиндерден кеңестер. Бірінші плагин Alliance компаниясының Brainworks Boom плагины. Бұл плагин арқылы бочкаға низкий частота немесе средний частота қосуға болады. Бірінші низкий частотаны қосып немесе азайтып көрейік. Екіншісі, яғни средний частота қосуға болады, mid.
Екінші көп қолданатын плагиндерінің бірі Waves компаниясынікі TransX White деп аталады. Бұл жерде range және sense энкодерлерімен бочканың характерін өзгертуге болады. Плагинмен плагинсіз. Бұл плагин бочкеге атака қосады. Екінші плагин ол Singer Makers компаниясынікі Kick Tweak деп аталады. Бұл жерде дайын пресеттер бар. Дайын пресеттерді қолдана отыра бочканың характерін өзгертуге болады. Бұл бочка үшін маған екінші пресет ұнады. Ал енді бочканы плагинсіз және плагинмен тыңдап көрейік. Плагинсіз, плагинмен. Жалпы менің бочкеге қолданатын плагиндерінің жалпы ең үштігі осы, яғни Kick Tweak, TransX White және BX Boom. Екінші сұрақ, компрессия бочка. Жалпы отандық аранжировщиктер көбінесе ваншоттар қолданады, яғни Vengeance Sound, Prime, Producer Loops және де тағы да басқа. Sample луп жасайтын продакшндар өзінің товарларын көбірек өткізу үшін бізге дайын продукт ұсынады. Мысалға, бочканы через компрессор, через эквалайзер және сатуратор тағы да басқа плагиндер қолданып. Сол үшін мен ойлаймын, артық компрессия қолданып керегі жоқ деп. Және де исходный бочканы алдын ала сапалы түрін таңдап алған дұрыс. Егер де акустикалық аранжировка жазып жатсаңыз, гитара, бас, тағы да басқа инструменттер, бірақ барабан жазуға микрофон немесе акустика жағынан кедергі туындаса, кеңес дайын драм-кит қолданылған жөн. Мысалға, контакттың инструменттерінен маған көбінесе Abbey Road Drums ұнайды. Бұл жерде дайын сэмплдер жазылып қойған, яғни микрофонмен студияда жазылған сэмплдар. 4 бөлім бар, яғни миксер канал және де өзі киттің өзі. Үшінші настройкасы, төртінші групптар. Бұл жерден группты таңдап және тыңдауға болады. Осы жерге басып, drag and drop пен MIDI файлды инструменттің каналына алып келеміз. Тыңдап көрейік. Және де микшер бөлімінде әрбір каналдың громкостын өзгертуге болады және панорамировать етуге де. Мысалы, мен сәл снэрдің дауысын шығарғым келеді. Бұл инструменттің тағы да бір артықшылығы, бочка болсын, снэр, хай-хат болсын, әрбір каналға кіріп, эквализация жасауға болады. Және оған қосымша компрессор жасауға, атакасын жөндеуге транзиент мастер бар, және де сатураторлар қосуға болады. Бұл плагинде автоматикалық түрде эквализация, компрессия, транзиент шейпер, сатуратор қосылып тұр. Пространственный обработкалар бар, plate, room сияқты.